Ассалаумағалейкум, амансыз ба? Аты жөнім Арман Құдайберген. Неге кезет медиа порталы осы аптада не жазды, нені айтты, кімді көрсетті, осыған шолу жасаймыз. Дортмунд колледжі мен экономикалық зерттеулер ұлттық бюросының мамандары адамның ең бақытты шағы қай жасқа сәйкес келетінін анықтады. Зерттеушілер 132 елдің адамдарын зерттеген, яғни зерттеу нәтижесі бойынша адамның ең бақытсыз шағы ол 47-48 жастың аралығында екен. Ол енді әрине сыртқы факторға емес, ол адам ағзасының және гормондарға сәйкес анықталған дүние. Ал адамның ең бақытты шағы 18-20 жас аралығында, одан кейінгі бақыттылық коэффициенті төмендей береді екен. Осы және өзге де қызықтар жайлы дүйсенбіде Неге кезет медиа порталы 50-ге жуық ақпарат жазды. Неге кезет сайтының тұрақты оқырмандары, апталық шолудың көрермендері. Қазір қолыңызда ақша бар шығар. Қай валютамен сақтайсыз? Теңге ме, доллар ма, әлде евро ма? Қор нарығы жөніндегі сарапшы Дмитрий Бавин азаматтарға коронавирус инфекциясы кең тараған, әлемдік экономика алай-дүлей болып жатқан шақта қай валюта сенімді екенін айтты. Егер бірнеше айға ақша сақтауды жоспарласаңыз, онда швейцариялық франк сіз үшін ең тиімді әрі сенімді. Ал доллар мүлдем тиімсіз. Оның себептері өте көп. Мен соның бірін ғана айтайын. Алғашқысы ол қараша айында өтетін Америка президентін сайлау кезеңі. Жалпы Дмитрий Бавиннің кеңестерін біз топтап экономика айдарына салған болатынбыз. Ол сайтымызға кіріп оқи аласыздар. Мессенджерлер мен әлеуметтік желілерде тарап жатқан зейнетке шығу жасының төмендеуі шындыққа жанаспайды. Бұл туралы мамандар ресми түрде хабарлады. Қолданыстағы заңнамаға сәйкес қазір ер азаматтар 63 жаста, бүгінгі таңда әйел азаматтар үшін 59,5 жаста зейнеткерлікке шығуға болады. Құрметті оқырман, көрермен, егер нақты Қазақстандағы ең ұшқыр ақпаратты білгіңіз келсе, Неге кезет сайтын оқи жүріңіз. Болашақты болжайтын аңыз әпсана көп. Тарихтан білетініміздей аңыздардың көбі дәлме-дәл келеді. Соның бірі Константинопольдің құлауы жайлы аңыз. Ежелгі гректерде аспанда ай тұрғанда қамал құламайды деген сөз қалған екен. Жалпы Фатих Сұлтан Мехмет қамалда бұзар алдында аспандағы ай толық тұтылған. Осы секілді тағы бір әпсана Францияда 12-ден бір гүлі ашылмаған қыз келіп, елді аман алып қалады деген ежелгі аңыз болған. Жалпы ағылшындар Францияға басы көктеп кіріп, шаңырағын жермен жексен еткенде жанынан дарып шықпады. Не айтқыңыз келеді дейсіз бе? Жалпы 2020 жыл COVID-19 пандемия. Әлемдегі ең мықты алпауыт мемлекеттер, олардың президенттері коронавирусқа қарсы ешқандай шара қолдана алмады. Мәселен, ақш Дональд Трамп, Ресей Владимир Путин. Ал сәйкесінше осы ретте әйел басқарып отырған мемлекеттерде адам шығыны жоқтың қасы. Сонда не, еркектер дәуірі аяқталып, әйелдердің дәуірі басталып келеді ме? Осы жайында тілшіміз дайындаған салмақты, сауатты сараптама сайтымызда оқып көріңіз. Футболдан Қазақстан құрамасының жартылай қорғаушысы Исламбек Қуат Ресейдің Химки клубына ауысты. Исламбек командасындағы ең қымбат ойыншы, оның трансферлік құны 1,5 миллион евро. Жалпы Химки мен Исламбек Қуаттың арасындағы келісім-шарт 2021 жылдың 30 маусымына дейін созылды. Құрметті көрермен, Негенің апталық шолуында біз мейлінше әлемдегі экономика, Қазақстандағы саясат, спорт, мәдениет, әдебиет жайлы ақпараттар беруге тырысамыз. Ал бізде апта сайын 500-600-ге жуық ақпарат, материалдар жариялады. Оның бәрін әрине Неге кезет сайтына кіріп оқи аласыздар. Осымен бүгінгі апталық шолу тәмам. Келер аптаға дейін аман болайық. Құдай берген армандарымыз орындалсын.